Ер қазақ ежелден еркіндік аңсаған. Ол кеңестер одағының құрамындағы Қазақстан гимнін осы жолдардан бастап жазды. Әкесі мен өзі алашшыл, абайшыл болғандар үшін бірі атылса, екіншісі 25 жылға түрмеге тоғытылды. Бүгін Алматыда белгілі абайтанушы, әдебиеттанушы ғалым Қайым Мұхамедхановтың ғұмырына арналған кітап көпшілікке таныстырылды. Ұстаз бен шәкірт деп аталатын туындыны зерттеушінің қызы Дина жазған. Тағдыры қыл үстінде тұрса да, ұстазы Мұхтар Әуезовке шәкірті Қайым адал болып қала берді. Бұл адалдық ұлтқа, әдебиетке, әділдікке деген ынтызар жүректен туған еді. Қайым ұстаз Абай мектебі мен мәтінтану сияқты ғылымның жаңа бағытын ашты. Абайдың тұңғыш мұражайын құрып, Абай алаш тұжырымдамасын жасады. Репрессия машинасы қоғамды қанша аздырғанмен білімнің негізгі принципінен бас тартқан жоқ. Үлкен білім жолына түскен адамдардың, солардың арасындағы ұстаздық, шәкірттік қатынас, сол біз оны білуіміз керек. Өйткені білім деген ол ақиқатқа, әділеттікке жол іздеу. Сондықтан олар қараңызшы, Қайым Мұхтар ағасына ол үзеңгілес замандас бола білді, ізбасар бола білді. Әуезовті көрсетсең, болашағыңа да кең жол ашылады дегеніне қарамай, адалдық танытып, сол заманда 50-ші жылдары жаңағы қорғаған еңбегін қайтадан тәркі еткізіліп, мына сол кездегі саясаттың әсерімен 25 жылға бас бостандығынан айырылып, Карлакта Қарағанды лагерінде сол мына Сталин өмірден өткенше 4-5 жыл өмірдің азабы мен тозағын көріп келген кісі.